Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен тағы да бір пайдалы ақпаратпен бөліскім келіп тұр. Ол не ақпарат, не пайдасы бар десеңіз, әрмен қарай видеоны көріңіз. Сонымен бүгін біздің тақырып ол бізде бет күтіміне арналады. Бет күтімі, яғни ең көп сұранысқа ең көп сұрайтын сұрақтардың бірі ол бетті қалай ағартамыз және беттегі дақтарды ары қарай көбейіп кетпеу үшін не жасау керек және ненің пайдасы бар деген сұраққа жауапты бүгін аласыздар. Ол неден жасалған маска деп күтіп отырған болсаңыздар, ол бізде қиярдан жасалған маска. Қиярдың адамның бетіне берер пайдасы өте көп. Мысалы ретінде бағана айтып өткендей, ол бетті жақсы ағартады, беттегі қара дақтардың әрмен қарай көбеймеуіне жақсы септігі тиеді және ең көп жиі кездесетін сұрақтардың жауабы бетті ылғалдандырады, яғни құрғақ бетке өте пайдасы көп. Көріп тұрғандарыңыздай бірге қазір жаңағы қиярдан масканы жасайтын боламыз. Ең алғашқы маскаға бізге қияр және қаймақ қажет. Бірінші қиярды жақсылап қабығын ашып тазалап аламыз. Ең алдымен міндетті түрде жуу керек, оны барлық қыз-келіншектер біледі ғой. Одан кейін осылай жақсылап бір қияр бізге жеткілікті. Қабығын ашып, жақсылап тазалап алып, осылай өткізгіштен өткіземіз. Міне осылай өткізгіштен өткізіп алдық. Ал өткізгіштен өткізіп болған қиярымызды қаймаққа араластырамыз. Неге қаймаққа десеңіз, жай қияры өткізгіштен өткізілген бетке жағу ыңғайсыз болады. Ал табиғи көмегі жақсы тиетін не болмаса қаймақсыз де болмаса айранмен араластырып бетке жағуға болады. Мен арнайы қаймақтың жартысын босатып алдым, осының ішіне масканы сразу даярлау үшін. Ол үшін қасық немесе одноразовый ағашпен былай салып аламыз қиярды ішіне. Ал жаңағы қаймақпен қиярды жақсылап араластырамыз. Әбден араласып болғаннан кейін осы дайын массаны бетімізге жағып шығамыз. Аптасына 2-3 рет жасауға болады, еш зияны жоқ. Масканы бетімізде примерно 10-15 минут ұстайтын боламыз. Ал дайын болған маскамызды енді бетке жағайық. Бірінші әдемілеп шашымызды жинаймыз, бізге ешқандай тимеу үшін. Менің бетімде бояу жоқ, жай ғана кірпігім ғана тұр, кірпікті ғана бояп қойдым. Сол себепті бұны таза жақсылап жуылған бетке жағу керек. Осылай көп мөлшерде жағып аламыз және 10-15 минут ұстаймыз. Мейлінше қаймақты не айранды қою ғып алғаныңыз жақсы. Сол кезде ол бетіңізге жақсы бір немен қалыппен жағылатын болады. Бұл масканың ең жақсысы, бір қандай бетке зияны жоқ. Ал бетімізге масканы жағып болды, енді 15-20 минуттай күту керек. Осыны күтіп отырған кезде уақытымызды құр өткізбей, мен сізге екінші маскамен бөлісейін. Екінші маскаға бізде жұмыртқаның ақуызы қажет. Және де дәл солай қиярды жуып алып, сыртын тазалап, жақсылап, өткізгіштен өткіземіз. Екінші масканың
Құрамындағы пайдалы заттар ол бетіміздегі ботекс эффект жасайды. Яғни бетімізді кішкене тартып, жаңағы мимические морщины дейді ғой, соны кішкене тартып разглаживать етеді. Сондай пайдасы өте көп. Сол үшін міндетті түрде жасап көріңіз. Өзіңізге 10-15 уақыт бөлуге ерінбеңіз. Ал тазалап болған қиярымызды өткізгіштен өткіземіз. Ал майда тісімен өткізгіштен өткізіп болды. Енді дайын болған массамызды әбден осылай сығамыз. Сыққан кезде қиярдың өзінің суы осылай бөлінеді. Бізге қиярдың өзі емес, бөлінген осы суы қажет. Осы дайын болған суды біз жұмыртқаның ақ уызына араластырамыз. Екі ингредиентті жақсылап бір-бірімен араластырып, езілгенше 5 минут тоқтамай араластыру қажет. Дәл осы дайын болған массамызды 10-15 минутқа осы маска секілді аптасына 2-3 рет жағып отыруға болады. Ботекс эффект аласыз тегін және арзан үй жағдайында. Ал көріп тұрғандарыңыздай бетімізді жақсылап жуып алдық жылы сумен. Бетім жұмсақ крем әлі ештеме жоқ. Себебі мен сіздермен тағы да 3-ші лайфхакпен бөлісемін. Жақсылап жуылған қиярымызды сыртын тазалап, осылай сыртын тазалап, тонердің орнына пайдаланатын боламыз. Яғни бетімізді жуғаннан кейін бет су ылғалын кетірмес үшін міндетті түрде тонер жағып отыру керек. Ал егер сізде тонер бітіп қалған болып, сіздің не істеріңізді білмесеңіз, осылай қиярды алып, бетіңізге тонердің орнына пайдалануға болады. Өйткені құрамындағы заттар тура тонердікмен бірдей. Огурцыйды, қиярды осылай турап аламыз да, осымен бетімізді сүртіп шығып. Осылай қиярмен күндігіне 2-3 рет әр бет жуған сайын сүртіп отыруға болады. Немесе сіз жұмыс істейтін болсаңыз, таңертең және кешке жатар алдында сүртіп отырсаңыз, бетіңіздің ылғалдылығы сізге келесі жасағанға дейін жеткілікті болады. Сол себепті осы мен сізбен бөліскен 3 лайфхакты пайдаланып көріңіз. Көп уақыт өткізбей, уже сразу әсерін сезінетін боласыз. Бетіңіз ағарып, қара дақтарыңыз көбеймей, бетіңіз ылғалданатын болады. Егер сізге мен бөліскен лайфхактарым, рецепттарым ұнаса, менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздер мені жоғалтпайсыздар, және мен осы сіздердің комментарийларыңызды арқасында шабыттанып, одан да көп видеолармен бөлісетін боламын.